Қайырлы күн достар. Біз бүгінгі видеода ноутбуктан немесе компьютерден запись экраны қалай жасау керектігін үйренетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең бірінші біз Google немесе Chrome'ға OBS деп жазамыз. Содан кейін ең бірінші шыққан OBS Studio деп шықты бізде. Осыны басамыз. Ағылшынша немесе орысша шығады. Сосын осындай бет шығады бізде. Windows, macOS, Linux дейді. Бізде Windows-ның өнімі болса, Windows басамыз, MacBook-ның өнімі болса, Apple. Осы macOS-ты басамыз. Бізде Windows болғандықтан, осы Windows-ты басамыз. Осы жерде осындай бет шығады. Міне бізде уже скачать етіліп жатыр. Осы жерде скачать етіле береді. Сосын сіздер ноутбуктарыңызға установить етіп аласыздар. Менде установить етіліп қойған. Сондықтан мен паузаны қоямын. Бізде міне осындай бет шығады кірген кезде. Міне менде запись жазылып жатыр. Остановить. Егер тоқтатқыларыңыз келсе, остановить запись дейміз. Немесе бастағыларыңыз келсе, начать запись деп басамыз. Бұл жерде барлығы оңай деп ойлаймын. Бұл жерде трансляция жүргізуге болады. Мына запустить виртуальную камеру бұл жерде өзіңіздің түріңізді көрсетуіңізге болады. Режим студиясы бар, настройки. Біз настройкиге кіреміз. Осы жерде сіздің видеоларыңыз қайда түсетінін көрсетеді. Мысалы, біз видеоға кіреміз. Общийға кіреміз. Сосын міне осы жерде өздеріңіз жазасыздар. Барлығын өздеріңіз таңдайсыздар. Қай жерді түсіру керек, қай жерін алып тастау керек. Барлығы осы жерде көрсетілген. Мені орысшаға қоясыздар тілді. Темасын ауыстыруға болады. Менде черный фон болып тұр. Өздеріңіз ауыстыра берсеңіздер болады түрліше қылып. Мынау жерде міне запись жүріп жатыр. Аудиосы қанша немен, видео қанша памятпен түсіріліп жатыр. Және де записті қайдан шығатынын көруге болады. Міне осы жерге запись деп шығады. Осы жерге өздеріңіз бір папка арнап, соған сақтап қоюға болады. Сол жерден көре бересіздер. Аудиосы. Бұл жерде де аудиосын дұрыстауға болады. Тез немесе жай дегенде өте оңай. Видеода. Енді қазір запись жүріп жатқандықтан бұлардың көбісі ашылмайды. Сіздер бірінші запись жүргізбей тұрып, өздеріңіз барлығын дұрыстап аласыздар. Менде бұл жерде виртуальный камера қосылмаған. Мен өзім қоспағандықтан солай шығып тұр. Сіздер өздеріңіз қосып алсаңыздар болады. Бұл настройға түсінікті болса, ниеттеп сақтаймыз. Және мына жақтардан да түсіре берулеріңізге болады. Мына жақтан файлды таңдайсыздар, қай жақтан шығады. Барлығын осы жерден таңдап түсіре бересіздер. Достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздерге егер осы видео пайдалы болып жатса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.